Баршаңызға сәлем, сіздермен мен Бақдәулет. Бүгінгі видеода біздер нағыз мамыр айында келген слив сұрақтарын бірге талқылайтын боламыз. Бұл сұрақтар өте жаңа сұрақтар, сондықтан да бұларды тек естеріңізге ғана сақтап қоймай, нағыз ұлттық бірыңғай тестіде осы секілді, яғни осы типте сұрақтар кездескен жағдайда оларға дұрыс жауап бере алатындай логикаңыз болу қажет. Сондықтан да менің бүгінгі түсіндірме видео сабақтарымда барынша мағынасын түсінуге тырысыңыздар және керекті деген мәліметтерді жазып алуға тырысыңыздар. Жақсы, олай болса, онда сұрақтарға көшелік. Бірінші сұрақ: Synonyms of traveling. Traveling сөзінің синонимдері, яғни traveling бұл саяхаттау. Жалпы traveling сөзінің бізде келесідей синоним түрлері бар. Оларға excursion, journey, travel, voyage, pilgrimage, trek, trip, expedition and cruise. Яғни мына аталған сөздердің барлығы саяхаттау сөзіне синонимдер болып табылады. Енді мында нұсқалардың арасында voyage, journey және соңғысы sightseeing. Sightseeing дегеніміз бұл көрікті жерлерді аралау деген мағынаны береді. Демек, В, С, Д нұсқалары дұрыс жауаптар болып табылады. Жақсы, екінші сұрақ: interrogative sentence. Interrogative sentence бұл сұраулы сөйлем деген сөз. Енді мұнда қайсы сұраулы сөйлем? Бірден білуімізге болады, сұраулы белгісімен аяқталып тұрған В нұсқасы екен. Жақсы, енді ол шынымен сұраулы сөйлем болып табыла ма екен? Назар аударып көрелік. What? Сұраулы мағынаны беруші сөзбен басталып тұр. Жақсы, was the weather like? Окей? Жалпы сұраулы сөйлемнің құрылымына сәйкес келеді, сондықтан В нұсқасын біздер толық дұрыс ретінде қарастыруымызға болады екен. Жақсы. Үшінші сұрақ: The right variant in reported speech. Төлеу сөйлемдегі дұрыс нұсқаны табыңыз дейді. She asked, what is your job? And she... Енді қараңыздар. Reported speechте ескерулеріңіз қажет нәрсе бұл, егер she asked болған жағдайда мінеке, онда ол не болады? Мұндағы is present simple, past simpleға айналып кету керек. Сонда was болу тиіс. Окей, мұнда was, екі was бар екен, және басқасы бізде present simple'дар екен. Демек, С, Д, Е нұсқаларын бірінен дұрыс емес ретінде алып қарастыруымызға болады. Жақсы, одан кейін келесі reported speechте сұраулы сөйлем төлеу сөзге айналған кезде хабарлы сөйлемге айналып кетеді. Сұраулы сөйлем кенше қалмайды. Енді мұнда төл сөзде, яғни direct speechте тікелейде қараңыздар. Is бұл your job деген object сөздің алдында тұр. Сондықтан да мінекей олны сұраулы сөйлемнен болым сөйлемге айналмастырған кезде онда мінекей is одан кейін, яғни your job дегеннен кейін кетіп қалу тиіс. Сонда what my job was бізде дұрыс жауап болып табылады. Сонда what my job was А нұсқасы дұрыс деп белгілеуіміз қажет. Окей, төртінші сұрақ: The appropriate variant. I go to the gym twice week. Жалпы мен аптасында тренажерный залға 2 рет барам. Яғни бір аптада 2 рет. Бір деген сөзді білдіретін бұл белгісіздік артиклі. A week. Д нұсқасы дұрыс деп белгілеуімізге болады. Жалпы мынандай бар, once a week аптасына 1 рет. Twice a week аптасына 2 рет. 3 times a week аптасына 3 рет. Қарап тұрғандарыңыздай барлықтарында артикль қолданылып тұр. Бір апта дегенде. Once a month айына 1 рет. Twice a year жылына 2 рет. Енді қараймыз. 3 times a decade 10 жылдықта 3 рет. Decade дегеніміз 10 жыл деген сөз. Енді қараңыздар. Once in 3 months. Ал 3 айда 1 рет болса, онда мұнда a артиклі жоғалады да ол жерге in демеулік келеді. Және ол одан кейінгі уақыт мағынасын беруші міндетті түрде санменен көпше түрге айналып кетіп тұр. Сонда 5 times in 5 months 5 айда 5 рет деген секілді. Жалпы келесідей болып құралатындығын жаттап алсаңыздар өздеріңізге жалпы жеңіл болады. Окей. Бесінші сұрақ. The correct
Possessive case of nouns in the sentence. Жақсы. Blank space, бос орын. Favorite place is Hamleys, which is the biggest toy shop in the world. Енді қараңыздар. Possessive case of nouns. Енді мұнда зат есім. Бізде children сөзі. Жақсы. Енді children сөзіне қалай тәуелділік апострофы жалғанады, соған тоқталайық. Children сөзінің жекеше түрдегі сөзі ол child. Яғни баланың болса, онда childs мінекей келесі болып жалғанады. Ал балалардың болса children's деп жалғанады. Мінекей мынадай болып жалғанбайды. Себебі children деген сөз бұл көпше түрде тұрған сөйлем, сондықтан оған жай ғана тәуелділік апострофы және s жалғанады. Ал енді қарайық. Student, students, студенттер. Енді студенттің болса, онда оған келесі болып жалғанады барлығына бірдей. Ал енді студенттердің болса ше, онда бұл көпше түрде тұр және соңы s пен аяқталып тұрғаннан кейін жай ғана қарапайым тәуелділік апострофының ғана жалғанады. S жалғанбайды. Students деп қатардан 2 s ретінде айта алмаймыз. Енді мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай, children's қалай болуы қажет? Қайсы дұрыс? Children's нұсқасы бізде дұрыс жауап болып табылады екен. Окей. 6-шы сұрақ. The word with the suffix which means occupation. Енді қараңыздар. Occupation деген сөздің не екенін білулеріңіз қажет. Сол кезде мына сұраққа дұрыс жауап бере аласыздар. Occupation is a job or profession. Яғни бұл жұмыс не болмаса адамның профессиясы, мамандығы. Енді қарайық. What is your occupation? Сенің мамандығың не? I'm a teacher and YouTuber. Мен мұғалім және ютубермін. Енді көріп тұрғандарыңыздай, профессияны жасаушы ER, не болмаса OR суффикстері, не болмаса жұрнақтар. Енді бұл жерде әлбетте бірден көзімізге мұнда writer деген сөз түсу қажет. Write жазу, writer жазушы. Жалпы мамандық жазушы деген мамандық бар ғой. Сондықтан в нұсқасын біздер бірден дұрыс жауап ретінде алып қарастыруымызға болады. Окей. Келесі 7-ші сұрақ. The idiom to the definition, a person or a thing that is loved and adored. Яғни келесі идиоманың мағынасын тап дейді. Адам не болмаса зат не болуы тиіс? Өте қымбат және жақсы көретін. Яғни қандай да бір адам бір нәрсені не болмаса бір адамды жақсы көрсе, оны не деп атайды? Мінекей осыған тоқталайық. Жалпы apple of one's eye деген ағылшындарда келесі керемет идиома бар. Бұл идиоманың мағынасы қандай да бір нәрсені жақсы көру, не болмаса көзінің қарашығындай сақтау дейді ғой қазақ тілінде. Өте қатты жақсы көру. Мысалы, Wendy has 5 sons. Wendyдің 5 ұлы бар. She loves them all dearly. Ол барлығын бірдей жақсы көреді. But her youngest is the apple of her eye. Бірақ ең кенжесі оған барлығынан да не? Қымбаттырақ. Барлығынан да оны қаттырақ жақсы көреді. Окей. Жалпы осы орайда оқушыларға тағы да бір анонс айтқым келеді. Премиум сабақтарға жазылу әлі де болсын жүргізілуде. Яғни премиум сабақтардың ішінде жаңа 120 сұрақ және мәтіндік тапсырмаларды дұрыс шешу бойынша гайд пен жаңа мәтіндік тапсырма талдау сабағы бар. Құны 1990 теңге. Жазылам десеңіздер, келесі WhatsApp номерге маған премиум сабақ бойынша деп жазып қалдырсаңыздар болады. Себебі премиум видео сабаққа қатысқан шұғыла секілді оқушылар сабақтың өте пайдалы екендігін және сондай-ақ осы мәтінді қиналмай шешкендігін осындай чатта бөліскенін мен сіздерге келесі скриншотпен көрсеткім келіп отыр. Дәл қазір 7 премиум видео сабақ бар. Өздеріңіз көріп отырғандай, олардың ұзақтығы 15 минуттан 30 минуттың аралығында. Яғни онша қатты 2 сағаттық, 3 сағаттық видеолар емес, барлығын жылдам-жылдам көріп, игеріп кетуге өте ыңғайлы. Мінекей экранда көріп тұрғандарыңыздай. Келесі 8-ші сұрақ. I want my mother me to the shop. Енді қарайық. I want my mother. Бұл бізде міндетті түрде комплекс объект екендігі белгілі. Енді I want object pronoun, одан кейін to plus verb one болды. Сонда нұсқасы не бол қажет? Дұрыс жауап бол тиіс. I subject, одан кейін want me to plus verb one. Окей?
Өте оңай. 9-шы сұрақ. The right variant of phrasal verbs. Фразалық етістіктердің дұрыс нұсқалары. I saw him in the bus. Мен оны автобустың ішінде көрдім. He in Pushkin Street. He in Gorky Street. Яғни бұл не дейді? Пушкин көшесінде мінді, Горки көшесінен түсіп қалды. Транспортқа міну бұл get on. Ал транспорттан түсу get off. Сондықтан да мінекей got on, got off бізде не екен? Дұрыс жауап болып табылады. Себебі get сөзінің өткен шағы got. 10-шы сұрақ. A kind of man who does not like spending money. Ақша жаратуды ұнатпайтын адам. Generous, жомарт, poor, кедей, wealthy, бай, stubborn, қырсық. Мен дегеніміз мінекей осы жадный, қалай айтады? Қазақ тілінде есімнен шығып тұр аудармасы. Яғни сараң деген мағынаны білдіреді. Ең нұсқасы мен. Окей. 11-ші сұрақ. Complete the sentence using participle one. Жалпы participle one білетін шығарсыздар, verb plus ing. Бірден verb plus ing ол д нұсқасы. Participle one осы. Ал participle second ол не болмаса verb 3 or verb ed. Окей. 12-ші сұрақ. The correct form of the verb. Етістіктің дұрыс формасы. Students keep the same grammar mistakes. Енді keep дегеннен кейін я инфинитив келуі мүмкін, не болмаса герунди. Қайсысы болуы мүмкін? Егер герунди мен инфинитивке байланысты ережені жақсы білсеңіз, онда сіз бірден қиналмай мына сұраққа дұрыс жауап бере аласыз. Жалпы keep етістігінен кейін міндетті түрде герунди келу қажет. Keep making. For example, I guess if you keep making the same mistake long enough, it becomes your style. Менің ойымша, егер сен қандайда бір қателікті қайта жасай беретін болса, онда ол сенің стиліңе айналып кетеді деп тұр. Мына цитата, Джон Прайнның цитатасы. Жалпы мен келсем. Окей. 13-ші сұрақ. The sentence with complex object. Complex object бар, сөйлемді табыңыз. Біріншісі. Tokayev is known to speak in 5 languages. Complex subject, бұл. Jomart seems to win. Complex subject. I told thee all I know. Қарапайым сөйлем. I want him to understand. Келеде I want him to understand. Алдындағы кестеге тоқтайық. I want him to understand болатын. To plus verb 1. Жалпы, мінекей, мына с нұсқасы бізде д нұсқасы бұл дұрыс жауап болып табылады. He looks like a movie. Бұл келмейді мүлдем. Қарапайым сөйлем, Окей, 14-ші сұрақ. The correct variant, the largest and the most famous city of Australia is өте үлкен және атақты Австралияның қаласы ол. Ең үлкен қаласы Австралияның қайсысы? Канберра. Канберра бұл астанасы. Gold Coast бұл кішігірім қала. Brisbane бұл да кішкентай қала. Wellington бұл Жаңа Зеландияның астанасы. Сидней бұл Австралияның ең халқы саны көп қала. Жалпы Сидней қаласы интернеттен суреттерін қарасаңыздар, мінекей келесі өте керемет, әдемі қала екен. Болашақта осы Сидней қаласына оқуға баруларыңызда кеңес берем. Мүмкін ағылшын тілден IELTS емтихан секілді тапсырсаңыздар, онда міндетті түрде осындай керемет, әдемі, көз тартарлық қалада оқи алатындай мүмкіндіктерге қол жеткізе алатын боласыздар. Мен оған сенімдімін. Окей. 15-ші сұрақ. The article the is used with names of. Қараңыздар, the артиклі қай сөздердің қасында келеді? Жалпы, өзендердің атауының алдында the артиклі келеді. Мысалы, the Nile River. Демек, мұнда в нұсқасы дұрыс жауап болады деген сөз. Және соңғы бонус сұрақ бұл the phrase talk is cheap means. Talk is cheap деген фразаның мағынасын ашыңыз дейді. Нұсқасын көрейік. You bought something for a very low price. Егер сен қандайда бір нәрсені
тым төмен бағаға сатып алсаң, оны talk is cheap деп айтасың дейді. Жоқ. Жалпы talk is cheap дегеніміз бұл арзан әңгіме деген сөз. Яғни әңгімеге қарағанда адамның іс-әрекеті айқын көріну керек деген секілді. You are paying too much for something and it is painful. Яғни сен қандай да бір нәрсеге тым көп ақша төлейсің және бұл саған өте қатты ауыр тиюі мүмкін. Қиналуың мүмкін деген секілді. Жоқ. Extremely inexpensive. Тым қымбат емес. It is easier to talk about doing something than actually do. Yeah? Қандай да бір нәрсені жасау керек туралы айту оңайырақ, оны жасағаннан көр. Келеді ме? Келеді. Talk is cheap. Неке нұсқасы бізде дұрыс жауап деген сөз. Not worth it to buy it. Сатып алуға тұрарлықсыз деген мағына. Нұсқасы бізде дұрыс жауап болып табылмайды. Жақсы. Осымен бүгінгі біздің видео сабақтың соңы. Сіздерге айта кетерім келеді. Слив сұрақтары 100% келмеді оқушылар. Слив сұрақтарын жаттаудың тым қатты қажеті жоқ, бірақ ұлттық бірыңғай тестіде дәл осы слив сұрақтарына сәйкес форматта тесттер келеді міндетті түрде. Сондықтан да бұл сұрақтардың мағынасын түсініп, грамматикаларын ұғынып, қалай дұрыс жауап беруге болады деген секілді лайфхактарды түсінсеңіздер, онда сіздерге міндетті түрде жоғары балл жинауға ол көмектеседі. Сондықтан да жауапты емес, әрдайым мағынасын түсінуге тырысыңыздар. Жалпы